Бірінші сұрақ, осы өткен жылы бізде қазфосфаттың зардабынан ауа улану, ластану жағдайлары болды. Міне осы жерде Арсен Латыпов отыр, соттасты, басқа қылды. Енді осының нәтижесі бойынша министрліктің нақты қандай ұстаным бар? Бұл біріншіден. Екіншіден, ауа райының өзгеруі. Қазір күрт өзгеру, су азаю деген мәселелер өте күрделі. Осы бойынша министрліктің нақты ұстанымдары мен принциптері. Бұл екіншіден. Үшіншіден, табиғи ресурстарды қайтару бойынша өзіңіз Алматы облысының тумасысыз. Алматы облысында ең әдемі, ең көрікті жерлердің бірінші президенттің туған туысқандары мен клиент солардың қолдарында. Соған сіздер қайтару бойынша жұмыстарын жасайсыздар ма, әлде сол Алматы облысының бүкіл жерлері сол кісілердің қолдарында қала береді ме? Төртінші жағдай, қоқыс өңдеу бойынша сіздердің министрліктеріңіздің осы нақты қандай шараларыңыз бар? Жергілікті атқарушы билікке сілтеп қоймай, тура соған жауап беретіндей нақты жауап берсеңіз деген.